Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айолым Марысқызы. Бүгін сіздерге осындай люкс фурнитурадан жасалған браслетті жасап үйрететін боламын. Қыздар, бұл браслетті үйрену арқылы сіздер өздеріңізге колені де, чокерді де жасап үйрене аласыздар. Сіздерге техникамен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазып, мені қолдай отырыңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қажетті фурнитурамызды қыздар люкс фурнитура сататын магазиндерден алатын боламыз. Мен сіздерге өзімнің ұстазымның магазинін тастап кететін боламын төменде. Сіздер басқа да магазиннен алсаңыздар болады, бірақ қарайып кететін фурнитураға жолығып қалмаңыздар қыздар. Қыздар, мен сіздерге осы екі браслетті негізгі видеоға түсіріп қойған болатынмын, бірақ видеомның качествосы шамалы болғандықтан сіздерге қайтадан түсіруді жөн көрдім. Сондықтан браслетті сіздердің көздеріңізше шашып қайтадан жинайтын боламыз. Бірақ қыздар, сіздерге мені көрсетіп жатқан браслетті ғана көрсететін боламын. Ал екіншісін неге жасамайды десеңіздер, ондағы бізде шапкасы люкс фурнитура емес екен, қарайып кететін болғандықтан мен юбилейный тросымды босқа бүлдіргім келмеді. Сондықтан люкс фурнитура алғасын сіздерге оны басқа видеоға түсіріп көрсететін боламын. Оның техникасы кішкене бұл техникадан өзгерек. Қыздар, бұл қос браслетімді қос анама жасаған болатынмын. Екіншісін де люкс фурнитураға ауыстырып бірге сыйлайтын боламын. Қыздар, дайын браслетіміздің ұзындығы 16 сантиметр болады, ал алатын тростарыңыз 20-21 сантиметр болса болады. Себебі сіздер жаңадан үйреніп жатқандықтан артығымен алғандарыңыз жөн. Қажетті заттармен таныстыратын болсам, натуральный жемчуг, под золото между бусинка және зажим. Одан кейін қыздар, бізге юбилейный трос қажет болады. Және осындай құралдар қажет болады. Круглогубцы, плоскогубцы және осындай шепчик қажет болады. Сіздерде осындай қайшы болса да болады. Қыздар, біз браслетімізге натуральный жемчугтың 6 миллиметрлік майорка жемчугын қолданған болатынбыз. Бұл таза натуральный жемчуг емес, өйткені ол адамдардың қолымен өсірілген жемчуг. Натуральный жемчугтар көлемдері әртүрлі болады, білесіздер. Бұл да бірақ натуральный жемчугке жатады. Сондықтан қорықпай майорка жемчугын алсаңыздар болады. Майорка жемчугтың натуральный жемчугтың айырмашылығы олардың тегіс бір қалыпты дөңгелектігінде, бір-бірімен өлшемдерінің бірдейлігінде болып келеді. Бұл браслетімізде қыздар 12 майорка жемчугын қолданатын боламыз. Бұл қалың қолдарға арналған браслет болады, ал ортасындағы под золото между бусинкамыз бұл біздің красный нитяға қолданған бусинкаларымыз. Бұлар бізде қараймайды. Сіздер ортасына гематитті алсаңыздар болады, бірақ қыздар гематиттің ортасы үлкен түрін алғандарыңыз жөн. Одан кейін зажим. Зажиммен бізде юбилейный трос туралы сіздерге айтып кетейін қыздар. Фурнитура сататын жерлерде бұл суреттерді таппайсыздар. Неліктен? Себебі фурнитура сататын жерлер оларды ашық көрсетпейді. Егер фурнитура алатын адам оның қажеттілігін өзі біледі.
олар өздерінің курстарын өткізетіндіктен олар барлық құпияны ашпайды. Сондықтан мен түсіндіргендей сіздер осылай атын айтсаңыздар, сіздерге міндетті түрде сол фурнитураларды беретін болады. Қыздар, мен мұнда қолданған застежкамды фурнитура сататын жерлерден таппадым. Сондықтан осы суретті көрсетіп қана алсаңыздар болады. Сіздерге төменде басқа застежканың ссылкасын қалдырып кететін боламын. Сондықтан оны менде осы техника бойынша жасасаңыздар болады. Юбилейный тросымыз қыздар алтын түсті немесе серебро түсті болса да бола береді. Ол біздің браслетіміздің ішінде қалып қоятын болғандықтан бізге ол көрінбейтін болады. Браслетімізге қыздар біз 20-21 сантиметрлік юбилейный тростан алатын боламыз. Юбилейный тросымыздың бізге миллиметрі 0,35 миллиметр деп айтқан болатын біздің ұстазымыз. Бірақ сыртында бізде 0,6 миллиметр деп жазылып тұр қыздар. Сондықтан анығын сұрайтын боласыздар фурнитура сататын магазиндерден. Қыздар, браслетті өздеріңізге жасамас бұрын ең бірінші білектеріңізді метровкамен өлшеп алыңыздар. Оған 4 сантиметр артығымен трос қосатын боласыздар. Сонда сол сіздің браслетіңіз болып шығады. Мен мұнда аналарыма жасап жатқандықтан мен кішкене ұзынырақ алдым. Бұл браслет маған үлкендеу болады. Міне қыздар, юбилейный тросымызды осылай өткізіп, кішкене майыстырып алатын боламыз. Бізге осындай круглогубцы қажет болады. Мен сіздерге қыздар басында көп мағлұмат айтып жатырмын, себебі сіздер түсінсін, барлығын сұрақ қоймайтындай түсінсін деген ниетпен айтып жатырмын. Сондықтан видеода мен сіздерге анық барлығын мен түсіндірмесем де түсінікті етіп көрсетуге тырыстым. Ең бірінші тросымызды осылай майыстырып алғаннан кейін біз зажимымызды салатын боламыз. Зажимымыз осындай кішкентай бисер сияқты түрде болады. Ең бірінші соны тросымызға өткізіп алатын боламыз. Міне қыздар, зажимымызды өткізіп алғаннан кейін біз застежкамызға тросымызды өткізетін боламыз. Тросымыздың екінші жағын жаңағы өткізген зажимымыздың ішіне өткізетін боламыз. Қыздар, зажимымыздың өлшемдері бірдей болады. Ол біздің осы тросымызды мықты ұстап тұру үшін қажетті зат. Қыздар, мен бұл курсты оқығаныма 2 жылдың көлемі болды. Сонда да бұл фурнитура жасауды ұмытқан емеспін. Сондықтан сіздер бір үйреніп алсаңыздар, қолдарыңызды жаттықтырып алсаңыздар, неше түрлі фурнитура жасайтын боласыздар. Әрине басында бәрі қиындау болады, қолыңызды үйреткенше. Мен де біраздан бері жасамағандықтан көп жерде қиналғаным рас. Әрі қарай қыздар, сіздердің фантазияларыңызға байланысты әртүрлі бұйымдар жасасаңыздар болады. Зажимымызды өткізіп алғандан кейін біз застежкамызға қарай оны жақындататын боламыз. Неғұрлым қатты жақындатсаңыздар, соғұрлым жақсы болады. Жақындатқаннан кейін қыздар круглогубцемен немесе плоскогубцемен оны тіке қысатын боласыздар. Ол біздің юбилейный тросымызды
үзіліп кетпеу үшін, шығып кетпеу үшін, ұстап тұру үшін бізге қажетті зат. Бірақ қыздар, зажимымызды бар күшімізбен қатты қысып жібермейміз. Ол сынып кетуі мүмкін. Сондықтан біз тросымызды ұстап тұратындай ғана қыссаңыздар болғаны. Енді қыздар, біздің бұл жерімізді жабу үшін біз подзолотты между бусинкамыздың біреуін өткізетін боламыз. Сіздер бұл жерде гематит өткізсеңіздер де болады, немесе между бусинкадан екеу өткізсеңіз де болады. Өйткені екі трос жемчугтан өте алмайды, сондықтан бергі жағынан осылай жабатын боламыз. Енді қалған бөлігін біз шепчиктің көмегімен кесіп тастайтын боламыз. Осылай түбінен қиятын боламыз қыздар. Шепчиктің ұшымен ғана қиып тастайтын боласыздар. Сонда ол байқалмайтын болады. Бізде қыздар между бусинкамыз 4 миллиметрлік между бусинка подзолоты айтқан болатын. Бұл біз красный ниткада қолданған осындай тастар болатын. Осы тасты қолдансаңыздар болады. Одан кейін қыздар, біз кезек-кезек жемчугпен между бусинкамызды салатын боламыз. Бізге 13 между бусинка және 12 майорка жемчугі қажет болады, 6 миллиметрлік. Қыздар, сіздер бұл браслетке натуральный жемчугтың рисовый жемчугты немесе басқа да әр түрлі жемчугтарды қолдансаңыздар болады. Тек осы техникамен орындай беретін боласыздар. Жемчугты көбірек салатын болсаңыздар, бұл сіздерде коле болады. Өздеріңіздің мойындарыңызға өлшеп, дәл осылай колені де жасай аласыздар. Білмесеңіздер, коле деген бұл мойынға тағатын алқаны айтамыз қыздар. Осылай өздеріңіздің жақындарыңызға, аналарыңызға, әпкелеріңізге өз қолдарыңызбен жасап үйреніп алыңыздар. Енді қыздар, біз барлығын өткізіп болғасын, соңында подзолотыны өткіземіз, одан кейін зажимды өткізетін боламыз. Қыздар, дәл басындағыдай застежкамыздан өткізетін боламыз. Одан кейін екінші ұшын зажиммен подзолоты тасымыздан кері қарай өткізетін боламыз. Кері қарай өткізіп, сол жерден тартып браслетімізді қысқартатын боламыз. Бұл жерде айтып кетейін қыздар, бұл
юбилейный тросымызды тым қатты тартып та жібермейміз, себебі біздің жемчугтарымыз кішкене қозғалуға орын қалу керек. Әйтпесе қыздар, жемчугтарыңыз үзіліп кетуі мүмкін, сондықтан кішкене қозғалысқа сәл қалдыратын боласыздар. Сіздер өйстіп тросты тартқан уақытта да ол сіздерде қалатын болады, сондықтан ол жағын уайымдамасаңыздар да болады. Ал қыздар, екінші браслетімізде бұндай застежканың орнына біз карабин қолданған болатынбыз. Карабин с удлинителем деген сатылады, соны қолданған болатынбыз. Және екі жанына бұлай тек қана зажимның өзін қысып қойған жоқпыз. Ол жерде біз шапка кигізген болатынбыз. Ол техниканы білгілеріңіз келсе, комментарияға жаза кетіңіздер. Комментарияда көп адамдар қолдайтын болса, сіздерге оны браслет ретінде немесе алқа ретінде жаңа видео түсіретін боламын. Енді қыздар, бұл жерде де жаңағы зажимымызды үстінен тегіс қатты қысатын боламыз. Біздің тросымыз шешіліп кетпеу үшін мұқият қатты қысатын боламыз. Одан кейін қалған тросымызды кесіп тастайтын боламыз. Содан кейін браслетіміз дайын болатын болады. Барлығы видеода анық түсінікті қыздар. Барлығын түсінікті деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер маған комментарияда сұрақ қойсаңыздар болады. Жауап беруге әркез дайынмын. Міне қыздар, аз ғана уақыттың ішінде браслетіміз де дайын болды. Өлшемін өлшеп көрейік. Міне манағыдай 16 сантиметр болған болатын. Менің қолыма қыздар осылай үлкен болып тұрады, бірақ аналарымыздың қолына жақсы келеді деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар қыздар. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Келесі көріскенше сау болыңыздар.